Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге тойымды және жұмыртқасыз дайындалатын қатпарлы самсаның рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сол кезде әрбір салған видеомды жіберіп алмайсыздар. Ең алдымен салқын суға тұзымызды саламыз. Кішкене қолмен тұзымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз да, үстіне ұнымызды бөле отыра салып, қамыр илейтін боламыз. Мына жерде мен 550 грамм ұн алдым. Менде бірақ 530 грамм ұн кетті. Ұнның сапасына байланысты әркімде әртүрлі шығады. Минус плюс болады 500 граммнан. Енді қамырымызды илеп болды. Енді 3 бөлікке тең, 3 бөлікке бөліп алатын боламыз. Бөліп алғаннан кейін қамырымызды илеп 10 минутқа қалдырамыз. Он минуттан кейін тағы да қамырымызды алып, үстінен тағы да бір қайтара басып, 10 минутқа тағы қалдырамыз. Неке қамырымыз дайын. Енді 3 ас қасық ұнымызды саламыз. 3 ас қасық жүгері крахмалын салып араластырамыз. Қазір қамырды жаюға құрынды пайдаланбаймыз. Қытырлақ болып шығу үшін ұн мен крахмалды бірге араластырамыз. Енді қамырымызды жайып бастаймыз. Мендегіні жаңа жүгері мен ұн араласқан ұнтақ. Осыны себе отырып жаямыз. Бірден 3 қамырды бірден жайып аласыздар, өйткені қазір ортасына сармай жағатын боламыз. Сол кезде дайын қамырларымызды бірден қойып жасайтын боламыз. Видеода көрсетілгендей осындай жұқалықта жайып аламыз. Енді қалған 2 қамырымызды да дәл осылай жайып аламыз. Үш қамырды да жайып болдым. Енді қамырдың үстіне бөлме температурасында еріп тұрған сармайды жағамыз. Мен 72,5%-лық жайлау майын қолдандым. Осылай бөлме температурасында еріп тұру керек. Осылай барлығына біркелкі етіп асықпай жағып шығатын боламыз. Мен видеода кішкене жылдамдатқан болатым, сондықтан асықпай сіздер жаға берсеңіздер болады. Жақ болғаннан кейін екінші қамырды қоямыз үстіне. Екінші қамырды қойғаннан кейін де үстінен тағы да майды жағып шығамыз. Үшінші қамырымызды да қойып, үстіне тағы май жағып шығатын боламыз. Майды барлығына толықтай жағып болдық. Енді қамырымызды орайтын боламыз. Ол үшін қамырымыздың барынша ауаны шығара отырып, қамырды өзімізге тарта отыра орайтын боламыз. Мінекей дайын болды. Енді қамырымызды осылай бұрап аламыз. Бұралғанша одан кейін дайын қамырды ішке қарай ораймыз. Сосын салафанға салып, морозильникке жарты сағатқа қоямыз. Кішкене май сіңіп қатуы керек. Енді салмасын дайындаймыз. Менде ұсақтап тұралған орташа 3 пияз, одан кейін тартылған ет, үстіне қалауыңызша тұз бұрышын саламыз. Одан кейін еттің қайнаған сорпасы немесе сары майды ерітіп қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз.
Енді қамырымызды морозильниктен алып, осылай видеодағыдай етті бөліп алып, біріктіретін боламыз. Немесе бөлмей-ақ бірден кесіп жасай беруге болады. Мен барлығын көз мөлшерімен кесіп шықтым. Дайын болған қамырларымызды осылай видеода көрсетілгендей етіп біріктіретін боламыз. Енді қамырымызды домалақ етіп жаямыз. Қамырымыз столға жабысып жатқан жағдайда ұн мен жүгері крахмал араласқан ұнтағымызды себе отыра жаятын боламыз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, самсаның формасын түйіп шығатын боламыз. Қаласаңыз 3 бұрышты қылыңыз, қаласаңыз 4 бұрышты қылыңыз, немесе өзгеше қылып капля тәрізді етіп жасасаңыздар болады. Оның қалай жасалу жолы менің осы YouTube каналымда бар. Сілтемесі жоғарыда қалдыратын боламын. Кіріп көрсеңіздер болады. Мінекей самсаларымыз дайын болды. Формамызға сиятындай етіп дайындап алдым. Енді осылай күнжітпен макты бірге араластырып аламыз. Қазір аунататын боламыз. Енді осындай қарапайым суды алдым. Одан кейін самсаның шетіне жағатын боламыз. Мен өзім кешкі асқа дайындағандықтан қолмен жақтым. Сіздер кисточкамен жақсаңыздар болады. Осылай самсаның шетіне жағамыз, немесе толықтай самсаның бетіне жағуға болады. Енді осылай шеттерін аунатып алатын боламыз. Қалғандарын барлығын осылай жасап шығатын боламыз. Мен соңғы 5-6-ауына кішкене өзгеше болсын деп толықтай бетіне суды жағып шықтым да, үстіне кішкене күнжітпен макты үстіне сеуіп шықтым. Жұмыртқа жаққыларыңыз келсе, жұмыртқаны жағуға да болады. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минутта пісіп шығатын болады. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан әр минутта пісуі мүмкін. Мінекей достар, жұмыртқасыз қатпарлы самсамыз да дайын болды. Өте дәмді және тойымды болып шықты. Қытырлап тұрған видеосын түсірген болатын, бірақ камераны қосуды ұмытып кеткен екенмін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Гүлайым. Қош сау болыңыздар. Алда әлі күшті рецепттер шығаратын боламын. Күтіңіздер.